Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын моцарелла сырының рецептісімен бөлісетін боламын. Ешқандай қоспасыз, тез әрі оңай табиғи өніммен жасалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға піспеген 2 литр сүтті құямыз. Сүтіміз піспеген болуы қажет. Баяу отта ысытамыз, бірақ қайнатуға болмайды. Қайнаған жағдайда біздің сырымыз шықпай қалады. Сәл ғана ысыса жеткілікті. Сүтіміз ысығаннан кейін астын жай басып, 9% уксусты шетінен қасықпен құйып отырып араластырамыз. Уксусымыз бізде 9% болуы керек. Екі-үш минут өткеннен кейін сүтіміз осылай іріп бастайды. Ақырын жаймен араластырып отырамыз. Енді екінші қасық уксусымызды құямыз. Жайлап араластырып отырамыз. Келесі үшінші қасық уксусымызды құямыз. Видеода көргендеріңіздей осындай комочектер пайда бола бастайды. Төртінші қасық уксусымызды құйып, дәл солай осы процесті қайталай отырып араластырамыз. Бесінші қасық уксусымызды құйып араластырамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай біздің сүтіміз дәл осылай іріп шығуы керек. Сүзгішіміздің көмегімен іріген сырымызды бір-біріне біріктіреміз. Ең соңынан 6-шы қасық уксусымызды құямыз. Біріккен сырды қолымызбен қысып отырып, артық суларын ағызып тастаймыз. Сырды бөлек ыдысқа салып қоямыз. Жаңағы сүтімізден шыққан сары суға 1-2 ас қасық тұз салып ысытамыз. Қолымызбен тексеріп көреміз. Астын баяу отқа қойып, сырымызды салып, видеода көрсетілгендей етіп созамыз. Осы процесті 2-3 рет жасаймыз. Тұзы сіңу үшін арасында 2-3 минутқа қалдырамыз. Осындай созылмалы болып шығады. Созып отырып, артық суларын ағызып тастаймыз. Сырымызды қолымыздың көмегімен формаға келтіреміз және де салқын суға жарты сағатқа салып қоямыз. Біздің моцарелла сырымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.